кезде. Ай көйлек, бүркіттің көті дөңгелек, бүйтіп алып соққанда домалайды дөңгелеп. Топас, анан бүркіттағы естіп қоймасын қазір? Шпас, жатылақ, білесі ғой. Зік-зік спать қойма. Я, зік-зік спать. Сен қотам. Керілмей жүрсе ше? Ты чё, бля? Широкий, что ли? Паразым бар ма менен? Анауың не дейді? Айттым ғой мен саған көтің қыс деп. Мамаға айтпем. Аузын жап сен. Жопу жми, дорогой. Енді ол өзі ғой көті қысқа. А маған похуй. Нюхай бәрі шең. Омай гарбыл. Сержан братан көріп алған кезде. Мынауың дерзкий сөйлеп қояды екен, менде бір идея бар. Короче, шатлақ, сен маған ертеңге дейін 2000 теңге қойып тастайтын бол. Не дейді мына түріңді кейін? Пфуй, бля, ертеңге дейін 2000 теңге қойып тастайын мен саған. Қоймасам ше. Тогда, мен сені алам да соғып тастайым. Ойбай, қорқып кеттім, соқшы мені. Бата! Во, көгілдір аға, сен де маған ертеңге дейін 10 теңге қойып таста. Тикток вообще? Қайдағы тикток? Ой, ана рекомендацияда шыға берген соң тикток деп көттік, тикток деген сөзді. Баяғыда сөйтіп айтпайсың бана. Мен чапөкпін. Жоқ емес саған, сен кімсің маған үйтіп айтатын деп тұрмын. Папа! Ей! Кетші, чорт әлем сүйім. Бүркіт, жұтым не болды? Ана балаң айуан екен, мені чорт деді. Кеш солай ма не? Шын, ана көтке тағатын бір нәрсесі ұстамаған бар. Шапақ, балам. Кет нақу. Сен мен кім екен білесің ба? Тотақтас. Не істей аласың маған, чорт? Мамаң айтып берем. Жары күт. Ойбай шеше, ана балаң бар ғой, мені боқтады. Туарегімді түсір жерің ғой, қойшына, кеттік. Қазақтар алға. Жанына баланы біз асырап алдық қой дейм, походу. Тартқан ғой. Мыналар мені жаулап алды. Граната жару керек. Ойбай! Үйде бір нәрсе сындырып алған кезде. Мен кіз тамақ ішем. Шақ сындыр қиырат. Мама, енді мен әдейі жасаған жоқпын ғой. Өтірік айтпа, мынау еще біздің любимый бокал ғой. Енді барлығында да солай болады ғой, мама. Не, сода барлық ұлдар әпшім кестіса, сен де кеспейсің ма не? Келесі күні. Мама, бұндай жағдай кейбіреуінде ғана болады ғой. Тоф, енді байқамай қалдың ғой. Шақ сындыр қират. Айттым ғой мен саған байқаусызда деп. Сен білесің ба кім екеніңді? Кім? В натуре кім? Көтімдегі жінім.